Бастап отырмыз ба? Аха. Қайырлы күн, құрметті YouTube оқырмандарым. Бүгін сіздердің алдарыңызда сырым жем бала менің эфиріме, каналыма қош келдіңіздер. Қыз бен жігіттің таныстығы барысында жігіттердің жіберетін үш қатесі, яғни переписка кезіндегі, алғаш таныстық кезіндегі переписка кезіндегі жалпы жігіттердің жіберетін үш қатесін қазіргі біз роликте түгелмен талқылап, арасындағы нюанстарды сіздерге нақты көрсете кетеміз. Жалпы алдыңғы контентті мен алдыңғы роликтарда не туралы талқыладым. Ол роликта жалпы біз қыздардың жалпы алғашқы кездесу кезіндегі жіберетін жалпы үш қатесін талқылаған болатынбыз. Ал енді бүгінгі тақырып керісінше акцент жігіттерге, яғни біздерге өзіміздің жаққа қарай келіп тұр, және соған байланысты мен сіздерге бүгін барынша ашуға тырысамын бұл тақырыпты. Өзімнің жизненный опытымды, яғни өмірлік тәжірибемді бөлісе кетемін. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші, жалпы жігіттердің қандай қате жүреді деп ойлайсыздар? Жігіттер таныстық кезінде. Жалпы алғашқы переписка басталмас бұрын бірінші біз әдеттегідей өзіміз білеміз, Инстаграмда, тиктокта болсын, қазір Инстаграмда айтатын болсақ, Инстаграмда бір қыз ұнап қалатын болса, оған бірінші не кетеді? Көп балалар қызға бірінші фотосына лайк басады, немесе кейбір кісілер лайк басып, подписаться етіп, историясын қарап, әртүрлі амалдармен жалпы қыздың көңілін аулауға тырысады. Ең бірінші таныстық кезінде уақытты өте тез алдыға жылжыту десек болады. Яғни асығыстық. Неге десек, өйткені мысалы айтатын болсақ, бір қызбен Инстаграмда болсын таныстық, әлеуметтік желіде. Ол қызға бірінші болып жаздыңыз, өзіңіздің инициативаңызды көрсеттіңіз, жаздыңыз. Ол қыз сізге біраз уақыт ответ қайтармауы мүмкін, потом уақыт келе қайтарды дейік. Таныстық енді өрби бастады. Жалпы бұл жерде анандай болуы мүмкін. Сәлем, қалайсың, жақсы, өзің қалайсың, не істеп жатсың, қандай немен айналысасың деген сияқты әртүрлі сұрақтар кетеді. И сол кезде сіз аяқ асты оны белгілі бір тұрғыдан, мысалы, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін, мен сіз өмір сүре алмаймын, сен қатты сағынып кеттім, сенімен сөйлеспесем, сені көрмесем, менің жүрегім ауырады, сенсіз всегда настроением жоқ болып жүреді. Тағы да басқа андай сверхъестественный бір шеттен тыс сөздерді қолданбау керек алғашқы таныстық кезінде. Сіз ол қызды өмірде әлі көрген жоқсыз. Сіз ол адамды көріп, оның толыққанды мінезін, оның толыққанды настроениясын, сіз ол былай зерттеп көрген жоқсыз адамды. Сондықтан ондай артық сөздер алғашқы таныстық кезінде, алғашқы перепискада ондай сөздер керек емес. Бір танысқандарыңызға 10-15 минут болған жоқ, соның арасында мен сені сүйем, күйем, немесе мен сені сағынып кеттім деген сияқты сөздер мүлде болмау керек. Ол қыздың сізге деген ойы өзгеру әбден мүмкін. Яғни сіз ол адамға более несерьезный, яғни салмақты емес жігіт ретінде көзіне түсіп қалуыңыз мүмкін, және сіздің сөздеріңізге ол как-то фальш дейді, фальш сөздер болып естілуі мүмкін, яғни шынайы емес сөздер болып қабылдануы мүмкін. Екінші қателік ол жалпы қыздарды біз өзіміз былай психологиялық тұрғыдан қыздар өздерінің нәзік жандар, олар постоянно внимание талап ететін жандар. Но сіз шеттен тыс алғашқы таныстық кезіңізде абьюзерлік қасиеттерді пока шетке қоя тұру керексіз. Өйткені абьюзерлік деген өзіміз білеміз, ол не екенін, жалпы абьюзер деген қазіргі таңда ол таныс термин. Егер де сізде кішкене абьюзерлік бір қылықтар болатын болса, оны мүлдем қоя тұрған дұрыс. Алғашқы таныстық кезінде ол үлкен екінші қате, яғни өзіңді абьюзер ретінде көрсетіп қою. Онда қарапайым мысал айтатын болсақ, болмашы жерден ұрыс керіс сияқты нәрселерді бастап кету, болмашы жерден ол қызды қызғанып кету, болмашы жерден ол более несерьезнылықты, адамның более салмақты еместігін, жалпы сол жігітті басқа қырынан көрсетіп жіберуі мүмкін. Сіз ол қызды толыққанды танып, бір-екі рет кездесіп көргеннен кейін қызға орынды қызғану, былайша жай қызғану емес, майда заттарға емес, орынды қызғану ол болады. Ол орынды қызғану ол бүкіл отношениеге тән нәрсе. Но бірақ алғашқы кездеспей жатып, сіз интернетте даже ол адамның визуалды түрін өмірде көрмей жатып,
бір-біріңізбен жалпы сырласпай жатып, ондай артық дүниелерді, артықлықтарды істеудің мүлдем қажеті жоқ. Өйткені ондай сіз артықлық істеу арқылы сіз қызды тағы да айтамын, одан сен өзіңізден алыстыра саласыз. Жалпы келесі достар, үшінші қате, қарапайым мысалмен сіздерге келтіріп кетейін. Жігіт сол танысып жатқан қызға, интернет арқылы, желі арқылы танысып жатқан қызына, маған мынандай қыздар ұнамайды, мен мынандай адаммын, маған мынандай қыздар мүлдем жақпайды, менің бұрынғы қызым мынандай болған, маған мынандай қыздар мүлдем ұнамайды, маған мынандай идеал мынандай қыз болу керек, менің ойымда қыз осындай болу керек деген сияқты майда әңгімелерді өзінің псевдо талаптарын сол қызға жеткізгендей қылып айту үлкен қате болып келеді. Себебі ол қыз ол нәрсені мүлдем басқаша түсініп қалуы мүмкін. Ол қыз екі жақты түсініп қалуы мүмкін. Либо бұл бала нытик деп ойлап қалуы мүмкін, яғни бұрынғы отношениесіндегі проблемаларын, бұрынғы отношениеде болмай қалған отношенияларын маған айтып отыр деп ойлап қалуы әбден мүмкін. Ал келесі екінші жақты ойы ол талаптарына мүмкін мен бұл жігіттің талаптарына мүлде сәйкес келмей тұрған шығармын, соны бұл жеткізе алмай отыр ма деген сияқты екі жақты талаптарын қорыта алмай қыз сол жерден ана балаға деген ойы мүлдем өзгеріп кетуі мүмкін. Ролигімді соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Ал енді сіздерден фидбек күтемін. Комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді осы тақырыпқа байланысты жазсаңыздар болады. Және келесі ролик қай тақырыпқа байланысты болғанын қаласаңыздар, сол комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Ал енді баршаларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.